Қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге NCLR-ды компьютерға скачать етіп орнататын боламыз. NCLR ол бізге EGOV-ға кіру үшін, ECP ключ алу үшін, болмаса салық кабинетке кіру үшін, тендер ойнау үшін керек болады. Поисковикке Google-ға pki.gov.kz деп жазып аламыз. Өзінің официальный сайтына кіріп скачать ететін боламыз. Кірген кезде астына түсіп NCLR дегенді басамыз. Бұл жерде біздің өзіміздің компьютерімізға түсетінін таңдауымыз керек болады. Оны қайдан көру керектігін қазір көрсетемін. Этот компьютер дегенге кіреміз. Осы пустой жерге мышканың оң жақ батырмасын басамыз. Осы жерде свойства дегенді басамыз. Келесі тип системаны көрсетеді біздікі. Мысалы 64 екен, сіздердікі қанша болса, тура солмен скачать етіп аласыздар. Жаңағы астында тұрған поисковикке қайтып барып, өзіміздің керек NCLR-ды скачать етеміз. Скачать по ссылке деп тұрады, соны басып скачать етеміз. Компьютердің төбесінде стрелка төменге қарап тұрғаны басатын болсақ, скачать етілгенді көрсетеді. Соның үстінен басып, запустить деп басамыз. Далее деп басамыз. Одан кейін бізге осында окошко шығады. Кішкене күтетін болсақ, запускация етеді. NCLR запущен деп осында SMS келу керек. Астында, компьютердің астында осында кілт тұру керек. Сол кілтті мышканың оң жағымен басып, модульдерді басқару дегенді басамыз. Ол жерде бізді әртүрлі модульдер шығады. Сол модульдердің ішінен өзіңізге керектісін таңдайсыз. Өзіңізге керектісін таңдап, галочка қойсаңыз, мысалға мына жерде установлено деген жерде да деп тұр, нет деп тұр. Сізге керектісі қайсысы, соларға галочка қойып бассаңыз, установить модуль деген кезде да деп өзгеретін болады. Қазір біз бастық, перезапускать ету үшін ок деп басамыз. Одан кейін бізде осы жерде да деген жазу шығады. Осымен барлығы дайын. Ақпарат пайдалы болса, каналыма тіркеліп алыңыздар.